Қалай үйде отырып кәсіп бастауға болады? Яғни үйде отырып қалай ақша табуға болады? Әрине, сұрақ көп, жауап аз. Жауабы мен айтамын. Видеоға лайк басып, парақшаға жазылуды ұмытпа. Үйде отырып кәсіп бастап ақша тапқан қыз келсе, Қазақстанға келіп жатырған қазақша 1688 сайтын пайдалануды үйрен. Ол сізге қандай мүмкіндіктер береді? Бірінші мүмкіншілігі 1688 сайттың іші қазақша болады. Екінші, тіркелу тегін, Қазақстанның кез келген банк картасымен төлем жасай аласыз. Және үшінші, переводчиксіз Қытайдың адамдарымен қазақша сөйлесе бересіз. Және төртінші, өзіңізге ұнаған, өзіңіз қалаған тауарды 1 штук болсын, 1000 штук болсын, Қытайдың тікей завод фабрикаларына шығып тауарды алдыра аласыз. Бесінші, Қазақстанға келіп жатырған қазақша 1688 сайттың ішіндегі тауарлардың барлығы шетелге сатуға рұқсат етілген арнайы сертификаттар болады. Кәсіп бастау үшін арендаға жер алудың қазіргі таңда еш қажеті жоқ. Яғни бұрынғы москвичпен жүргенмен тең. Қазіргі иномаркамен жүргің келсе, онлайн жүргізуді үйрен. Яғни онлайн үйде отырып, еш шығынсыз үйде отырып өз тауарыңды сатуды үйрен. Менің TikTok парақшама жазылып ал, пікір қалдыр, лайк бас. Алдағы уақытта бұдан да жақсы ақпараттармен бөлісетін боламын.